Армысыз көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлімчек. Семейге жұмыс сапарымен облыс әкімі Даниал Ахметов келді. Әкіммен кездесуге Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов және жауапты бөлім басшылары қатысты. Күн тәртібінде қаланың стратегиялық дамуы талқыланып, қала құрылысының маңызды нысандарын жоспарлы тексеру жүргізілді. Кездесуде қаланың тұрғын үй алабын дамыту мәселелері талқыланды. Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде Семейде 2,4 миллион шаршы метр тұрғын үй салынған. Бұдан кейін облыс әкімі студенттер жатақханасының бизнес және сервис колледжінің 2 корпусының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Бұл 288 орындық, 5 және 7 қабатты 2 ғимарат. 30 жыл ішінде Соңғы 5 жылда Семейде құрылыс салу көрсеткіші 20 мың шаршы метрді құрады. Енді осы жылға біз 230 мың шаршы метр салуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ осы жылдар ішінде 78 балабақша балаларға есігін айқара ашты. өнім көлемі 30-33 есеге ұлғайды. Сондай-ақ Даниал Ахметовтың айтуынша Семей елдегі маңызды логистикалық пункт болып табылады. Алайда қала арқылы өтетін көптеген жүк көліктері жолдарда үлкен кедергілер тудыруда. Сондықтан айналма жолды салу жоспарын құру тапсырылды. Бұл жол трафигін едәуір жеңілдетуі тиіс. Сонымен қатар тағы бір мәселе қаланың 2 көпіріне қатысты болды. Даниал Ахметовтың айтуынша биыл Жапон инженерлері аспалы көпірге техникалық тексеру жүргізеді, ал ескі көпір қайта жөндеуден өтеді. Сондай-ақ әкім мәслихат депутаттарына өз жұмыстарын адал орындауға және оның сөздерін халыққа жеткізуге және олардың өтініштерін тыңдауға тапсырма берді. Айым Даниярқызы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Біздің даусымыз 2022 жылдың 7 мен 9 ақпан және 16-18 ақпан аралығында Шығыс Қазақстан облысы аумағында борышкер жедел алдын алу іс-шарасы өткізіледі. Аталмыш шара азаматтарға қолданыстағы әкімшілік заңнама талаптарын түсіндіру мақсатында ұйымдастырылады. Азаматтар Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының нұсқауына сәйкес және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша шығарылған қаулыны уақытында орындаулары қажет дейді арнайы бөлімше басшысы. Семей қаласы полиция басқармасының әкімшілік полиция бөлімі сіздің есіңізге салады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 893 бабына сәйкес айыппұлды әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға айыппұл салу туралы қаулы айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәуліктен кешіктірмей төлеуге тиіс. Айыппұл осы кодекстің 888 бабында көзделгендей кейінге қалдырылған жағдайда әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға оны кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен бастап төлеуге тиіс. Борышкер жедел алдын алу іс-шарасының негізгі мақсаты облыс аумағында анықталған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша салынған әкімшілік айыппұлды ерікті түрде және мәжбүрлі түрде өндіру жұмысын жандандыру болып табылады. Қаулыны ерікті түрде орындалмаған жағдайда айыппұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 894 бабына сәйкес мәжбүрлі өндіріс тәртібінде өндіріліп алынады. Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін салынған айыппұлды айыппұл салу туралы қаулыны шығарған, айыппұл төлеу қажеттігін туралы нұсқаманы рәсімдеген судьяны немесе органды жазбаша немесе электрондық нысанда кейіннен хабардар ете отырып, белгіленген тәртіппен мемлекеттік бюджетке жеке тұлға енгізеді, немесе заңды тұлға аударады. Аяна Даниярқызы, Ильяс Сабитұлы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Осы жылдың қаңтар айының соңында полицейлердің назарына 2 ер адам түскен. Олар синтетикалық сусын сататын интернет дүкенінің негізгі аймақтық есірткі шылым шегушілері болып шықты. Арнайы операция нәтижесінде 24 және 28 жастағы күдіктілердің екеуі де тиісінше Семей қаласы полиция басқармасының полицейлерімен ұсталған. Тінту кезінде олардың жалпы салмағы 1,5 килограммнан асатын синтетикалық есірткі тәркіленді. Бұл жастар арасында одан әрі сату үшін кепілгерлерге беру жоспарланған 5 реттік дозаға тең. Алдын ала бағалау бойынша қара нарықта тәркіленген есірткінің құны шамамен 30 миллион теңгені құрайды. Сонымен қатар, олар жалға алған пәтерлерде олардың қылмыстық әрекетін растайтын басқа да дәлелдер, соның ішінде есірткіні өлшеп орауға және өлшеуге арналған заттар табылды.
Тергеу мәліметтері бойынша жеткізу арнасы Ресей Федерациясынан ұйымдастырылды. Ол жерден есірткіні біздің елге әртүрлі логистикалық көлік компанияларын қолдана отырып жіберілген. Камуфляж жасау мақсатында есірткі автобөлшектерге салынып, есірткі шылым шегушілерге посылка түрінде берілген деп хабарлайды Семей қаласы полиция басқармасы баспасөз қызметі. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Семей қаласында төтенше жағдайлар басқармасының және жасағының қызметкерлері арасында Нұр Отан қалалық филиалының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңесінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Әлі де өзектілігін жоғалтпаған еліміздің басты мәселелерінің бірі коррупциямен күресу. Осы ретте төтенше жағдайлар басқармасы мен Нұр Отан қалалық филиалының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңесінің мүшесі Болат Серғазинов қатысуымен заңнаманы зерделеу және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы негізгі аспектілерін талқылау бойынша отырыс өтті. Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасында 2022 жылға арналған медиа жоспар негізінде бүгін дөңгелек стол отырысының кезекті отырысы болып отыр. Бұл отырыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта үлкен өзекті мәселелер көтеріліп отыр. Ол ішінде әсіресе мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау сияқты мәселелер, сонымен қатар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның негізгі аспектілерін зерделеп оқу бойынша үлкен мәселелер көтерілді бүгін. Отырыс барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері қаралды. Коррупциямен күресу мақсатында ең бірінші профилактикалық және алдын алу шараларына аса қатты мән беру керек. Қазіргі кезде елімізде коррупциямен күресу мақсатында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Бүгін бізде дөңгелек үстелде сыбайлас жемқорлық тақырыбында жиналыс өтті. Жиналысқа төтенше жағдайлар басқармасының мүшелері қатысты. Айта кету керек, осы уақыт аралығында Семей қаласындағы төтенше жағдайлар департаменті және Шығыс Қазақстан облысында қылмыс пен құқық бұзушылық жағдайлары тіркелмеген. Темірлан Рысбек, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, Шарайна, ТВК, Алты арнасы. Бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.